Қазақстанда да, бүкіл әлемде де үлкен алаңдаушылық тудыратын өзекті мәселелердің бірі нашақорлықтың таралуы. Бұл құбылыс жеке адамның ғана емес, жалпы ұлттың денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Бүгінгі күні нашақорлық мәселесі әрқайсымызға әсер етуі мүмкін. Шиеленістің күшеюі, стресстік жағдайлар, белгісіздік, тұрақсыздық, өскелең ұрпақтан мінез-құлықтың асоциалды нысандарын нашақорлықты тудырады. Есірткі бұл психикалық жағдайдың өзгеруіне әкелетін, жүйелі түрде қолдану, тәуелділікке әкелетін өсімдік немесе синтетикалық текті химиялық заттар. Есірткі заттарын қабылдау жеке тұлғаның деградациясына және ағзаның бұзылуына өте белсенді ықпал етеді. Және бұл адамдар арасында өмір сүретін нашақордың жеке өзіне ғана емес, жиі басқалар үшін үлкен қауіп көзіне айналатын іс. Көптеген жағдайларда нашақорлықпен ауыратын адам өкінішке орай қоғамға қауіпті қатыгездікке ұшырайды. Нашақорлық көптеген әртүрлі қылмыстардың, соның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстардың тікелей себебі болып табылады. Жалпы нашақорлық ұлттың физикалық және моральдық денсаулығына қауіп төндіреді. Бұған ұрпақтардың генетикалық азғындауы және нашақорлықтық СПИД, гепатит, басқа да ауыр аурулар, гомосексуализм және жезөкшелік проблемалармен тығыз байланысы кіреді. Мұнда әртүрлі әлеуметтік мәселелердің жиынтығы бар. Әрбір нашақор артынан бірнеше адамдарды есірткіге тартуға бейім. Бұл нашақорлықтың әлеуметтік жұқпалы ауруы. Есірткіні көп қолдану едәуір қаражатты қажет етеді. Дегенмен қаражаттың болмауынан нашақорлар көп жағдайда өз отбасынан, жақындарынан, достарынан қомақты сома алып жатады. Кейіннен тіпті қаражаттың жоқтығынан қылмысқа да баруы жиі кездеседі. Яғни бір қылмыс екінші қылмысты тудырады. Қылмыстық кодексті есірткі заттарын қолданып, сақтап, сатып таратушыларға жаза ауыр. Бірақ солай екен деп есірткіден бас тартып жатқандар көп деп алмаймыз. Осыған орай бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде есірткі заттарын тұтынудан ғана емес, есірткі заттарын тасымалдап, сатып, сақтаудан соңы жауаптылыққа соқтыратын үнемі түсіндіріп, ескертіп отыру маңызды. Денсаулық зор байлық дегендей, өмірің жарқын, болашағың зор болсын десең, еліңнің жұлдызы болам десең, денсаулығыңды сақтаған жөн. Есірткі бұл адамның көңіл күйін, сана сезімін, мінез құлқын бұзатын қауіпті, тыйым салынған химиялық зат. Ол адамның есін алып, құмарлық желігіне ұшыртады. Есірткісіз өмір сүре алмайтын бейшара халге жетеді. Ол әлеуметтік тұрмыстарды жақсарту, бос уақытты тиімді пайдалану, зиянды әрекеттерден аулақ болу деген сөз.